Енді той қазақта жоқ болса да, дәл қазір әр қайсының, әр қазақтың үйіне хабарласып, тіпті көңіл көтеруге болады деген сөз да. Көреміз бе? Көрейік. Ендеше көрермендерден бір номер болса, қандай? 708 асы 71. Кім деген? Асфендияр ал кетті. Қанат, әрмен қарай өзің. Микрофонға да. Звондап жатырмыз. Кетті. Алло. Алло. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай, денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы, амалым. Жақсы, таныдың ба? Жоқ. Қанат Әлжаппаровпын ғой. Серьезно. Иә, Қанат Әлжаппаров. Аман, өзің ғой. Жақсы жүрген тақтасыңдар, үйдесіңдер ма? Үйдеміз ғой, неде. Жалаға шығып түпкен мұ кәрдінен. Есімің кім? Асфендияр болады. Аспендар, сен қай жақтасың қазір? Мен қазір Жалағаштамын ғой. Қаяқта? Жалағаш. Қызылордадағы ма? Тереңөзек жақта. Мен саған неге звондап тұрғанын білесің ғой? Жоқ. Пранк па, не білем? Жоқ, пранк емес. Қазір бүкіл Қазақстандағы әзіл сықақшылар, блогер қатты күлдіретіндер бар емес па? Үстіп танымайтын бір номерге звондап, халықтың көңілін көтеріп атырық қазір. Анекдот айтамыз, ойнен айтамыз. Болды. Бір жақсы бір әзіл қандай не тыңдағың келеді, қалай күлгің келеді? Мен любой нәрсе күле берем ғой сіздің. Орайын ба? Не? Мәзі қардыңға. Сол қазір неғып атыр, хабарласып отырып қой барлығында. 15-ші адамсың сен. Күніне 50 адамнан осылай звондап отырамыз. Болды. Қалай көңілің көтерілді ма енді? Дерс болып қалды ғой. Ұйықтап отырмын ғой, мен оянып кеттім ғой. Иә? Енді көңілің көтерілген осы номерде WhatsApp бар жібересің ғой, несін? Біз отчет тапсыру керек еді, неге? Андай күліп түсесің ғой, андай смайлик керек емес. Иә, Аспандияр. Болды. Андайда бір қазір бір анекдот бірдеңе айтсаң, күлмей қалады, құрашейін. Сонымен біздер өтініш айтып атырық, я күлдірдім, кейін звондайды саған өздері. Қалай күлдірдің ма деп. Сол кезде я деп айт, я? Я дейін болды ма үшін? Ja, Қанат Әлжаппаров екеуміз сен тұрсың ба? Сен тұрмын ғой. Автоматтың дауысын саламын ғой, мен білесің бе? Салып берейін ба? Салып беріңіз кән. Әдем болды ма? Ол керемет болды. Айтасың ғой, 3 рет, 8 рет салды автоматтың дауысын деп. Көтеріп қалдық деп, я? Қасында ешкім жоқ па? Жоқ. Жалғыз өзің үйдесің ба? Жалғыз өзің, Голый фотоңды жіберші десең. Ойна айтады. Аспандияр, қай жылғысың сен? 98. Кішкентай екенсің ғой. Как раз 98 ғой, қазір жіберіп атқан. Риза қалдым да. Ja, енді осылай күлдірді деп айт енді. Оны кімге айтамын мен? Ой, өздері хабарласады саған, Нұр Отаннан ба бір жерден. Акиматтан хабарласады да айтады ғой, көңіл көтерді ма деп. Акиматтан келе ма? Болды. Бір айда 100 адам ғой соң бізде. Тендер алып ек қой. Күлдіруге. Жақсы онда, Аспандияр? Жақсы, хабарласамыз. Ал енді құрметті достар, енді біз хабарласып дәл сол нөмерге. Қанат күлдірді ме, қалай күлдірді? Бұл Акиматтың көңіл күй департаменті дейді. Давай. Кеттік.
Аспандияр ғой. Алло. Алло, бұл Аспандияр ма екен? Иә. Бұл акиматтан көңіл көтеру департаментінен хабарласып тұрмын, Жандос Серғазиев. Жаңа сізге телефон соғылды ма? Телефон соғылды, бұл Марат Оғалғазин ма кім екен бұл? Аспандияр, сіз дәл қазір Қызық Лайф бағдарламасында Қанат Әлжаппаровтың көңіл көтеру звоногына шалдықтыңыз. Сізге рахмет осындай көңіліңіз үшін. Жалпы қалай, көңіл көтерілді ма шынымен де? Көңіл шынымен көтерілді, бұл енді көңіл күй түспей ма енді вообще болды ма? Енді түспейді, өмір осылай күліп Енді жүресіз. вакцина салдырмасын да болады. Жаңа фото ұмытпа енді. Деді қоймай өтсің. Аспандияр, рахмет саған. Көп. Аха, жақсы. Көңіл күй Сіздерге үнемі рахмет. көтеріңкі болып жүрсін.